Қайырлы күн 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыстың қандай оқиғалары түйінді болып табылады деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге екінші дүниежүзілік соғыстың түйінді шайқастарына шолу жасап, стратегиялық маңыздылығына баға беретін боламыз. Екінші дүниежүзілік соғысқа әлемнің көптеген мемлекеттері тартылды. Өйткені олар бір-біріне қарсы тұрған екі блокқа бірікті. Қарулы қақтығыстар Еуропаның, Азияның және Африканың құрлықтарында, су және әуе кеңістігінде өтті. Шайқастар әскери қимылдардың 5 бағыты бойынша, яғни Батыс Еуропа, Шығыс Еуропа, Африка, Жерорта теңізі және Тынық мұхитында өрбіді. Қанқұйлы, аса ауқымды, ұзаққа созылған кейбір шайқастар тарихқа екінші дүниежүзілік соғыстың шешуші бетбұрыс болған ұрыстары ретінде енді. 1939 жылдың сәуірінде фашистік әскери басшылық алдында тұрған басты стратегиялық міндет Польшаны басып алу болатын. 1939 жылдың 1 қыркүйегінде Германияның нацистік әскері тәуелсіз Польшаның шекарасын бұзып өтіп, оның батыс бөлігін жаулап алды. Англия мен Франция үкіметтері жауап ретінде 1939 жылдың 3 қыркүйегінде Германияға соғыс жариялады. Алайда ағылшын-француз әскерлері Мажино шебін ұстап тұрып, 1940 жылдың сәуіріне дейін белсенді әскери қимылдарға бармады. Сондықтан бұл кезең тарихта оғаш соғыс деп аталады. Осы аралықта вермахтың авиациясы мен танк дивизияларының жоспарлы іс-әрекеттері нәтижесінде 10 қыркүйекке қарай поляк әскері жаппай шегінуге кірісті. Германиямен шабуыл жасаспау туралы пактіге қосымша жасырын келісімнің шарттарын орындау үшін 17 қыркүйекте КСРО өз әскерін Польшаға енгізді. 28 қыркүйекте фашистер Варшаваны басып алды. Осыдан кейін Германия мен Кеңестер одағы достық пен шекара туралы келісімге қол қойды. Бұл келісім бойынша екі мемлекеттің арасындағы шекара Керзон сызығы бойынша белгіленді. 1939 жылдың күзіне қарай Қызыл армия Финляндия аумағына басып кірді. Бұл соғыс тарихта қысқы соғыс деген атпен белгілі. Ол КСРО-ның Финляндияға жасаған басқыншылық әрекет еді. Осы әрекетінен кейін КСРО Ұлттар лигасы құрамынан шығарылды. 6 айға созылған соғыс Қызыл армияның әлсіз тұстарын көрсетіп берді. Аса ауыр әскери шайқастардан кейін 1940 жылдың 12 наурызында Финляндия мен КСРО арасында Кеңестер одағының барлық талаптарын қанағаттандырған бейбіт келісім жасалды. Польшаны жаулап алғаннан кейін өздеріне қарсы ешқандай қарсылық болмағанын сезінген фашистік Германия әскері 1940 жылдың 9 сәуірінде Дания мен Норвегияға шабуыл жасады. Осылайша Еуропа майданындағы оғаш соғыс аяқталды. Дания Германия протекторатында қалды, ал Норвегия 10 маусымда фашистердің рейхскомиссариаттық басқыншылығы әкімшілігі құрамына өтті. 1940 жылдың 10 мамырында Германия әскері Мажино шебін бұзып, Бельгияға, Нидерландыға, Люксембургке басып кірді және Францияға беттеді. Ағылшын-француз әскері бельгиялықтарға көмекке ұмтылды, алайда голландиялықтарға жете алмады. Өйткені фашистік Б армиялар тобы оңтүстік Голландияны жедел басып алып әуеден бомбылады. 1940 жылдың 14 мамырында Нидерландия үкіметі соғыста жеңілгенін жариялады. Бельгияда фашистер көпірлерді басып алып, әрбір каналы арқылы танк дивизияларын алдыңғы шепке өткізіп жіберді. Француздарға негізгі соққы Арден орманы арқылы А армиялар тобымен жасалды. Люксембург қоршауға алынды. Неміс әскеріне қарсы соққы жасау сәтсіз болып, одақтастар Ла-Манш жағалауына ағыстырылды. Егер Гитлер шабуылды тоқтату туралы бұйрық бермегенде, Германия, Англия мен Францияға күйрете соққы жасаған болар еді. Бұл оқиға тарихта Дюнкерк кереметі деген атпен қалды. Ағылшындар мен француздар аз ғана үзілісті пайдаланып, Динамо операциясын жүргізіп, әскерін теңіз арқылы эвакуациялады. Фашистер одақтастардың барлық қаруын, оқ-дәрісін,
әскери техникасын иемденді. 1940 жылдың 26 мамырында Бельгиялық майдан бұзылып, 28 мамырда Бельгия тізе бүккенін жариялады. Осы бағыт арқылы немістер Францияға басып кірді. 1940 жылдың 10 маусымында Италия Германия жағына шығып, Франция мен Англияға қарсы соғыс ашты. Солтүстік Африкадағы француз және ағылшын отарларына қарсы ауқымды әскери қимылдар басталды. 22 маусымда Франция жеңілген шартқа қол қойды. Францияның үлкен бөлігі фашистерге өтті. Ал оңтүстікте маршал Петен басқарған қуыршақ Виши мемлекеті құрылды. Сол кезеңде КСРО Германиямен жасырын хаттама бойынша Эстонияны, Латвияны, Литваны, Бессарабияны және солтүстік Буковинаны өзіне қаратты. Осы әрекеттер нәтижесінде бір жыл ішінде КСРО халқы 23 миллион адамға көбейді. 1940 жылдың 16 шілдесінде Вермахт Ұлыбританияға әуе және теңіз арқылы басып кірудің теңіз арыстаны жоспарын дайындады. Британия үшін шайқас басталды. 1940 жылдың тамызынан бастап неміс ұшақтары әскери және өндірістік нысандарды бомбалады. Ал 4 қыркүйектен бастап елдің оңтүстігіндегі қалаларды жаппай бомбалауға кірісті. Англия зор шығынға ұшыраса да, тиімді әуе қорғанысы жүйесіне сүйеніп, жоғары жауынгерлік рухының арқасында фашистердің шабуылын тойтарды. Вермахтың басты мақсаты Ұлыбританияны соғыстан шығару жүзеге аспай қалды. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. бір 1940 жылдың 18 желтоқсанында Вермахт КСРОны басып алудың Барбаросса жоспарын бекітті. 1941 жылдың 22 маусымында Ұлы Отан соғысы басталды. 3 аптаның ішінде неміс әскері 300-600 шақырым алға жылжып, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина және Молдованың көп бөлігін жаулап алды. Алайда 5 желтоқсанда Қызыл армия Мәскеу түбінде қарсы шабуылға шығып, жаппай ерлік танытты және жауды шегінуге мәжбүр етті. Фашистік әскер Мәскеуден жүздеген шақырымға кейін ығыстырылды. Мәскеу үшін шайқастағы жеңіліс Вермахтың екінші ірі сәтсіздігі еді. Блицкриг стратегиясы күйреді. Қызыл армия мықты қорғанысты ұстап тұра білді. Осы уақытта Тынық мұхитында да әскери қимылдар өрбіді. 1941 жылдың 7 желтоқсанында Жапонияның әуе күштері ақш-тың Пёрл-Харбор әскери теңіз базасына шабуыл жасады. Шабуыл небәрі жарты сағатқа созылып, ақш-тың Тынық мұхитындағы флоты толықтай күйреді. Бұл жеңіс жапондарға оңтүстік шығыс Азияны басып алуға жол ашты. Пёрл-Харборға дейін ақш қоғамы соғысқа араласуға құлықсыз еді. Ал бұл басқыншылықтан кейін ол ресми түрде соғысқа кірісті. Мәскеу түбіндегі жеңілістің есесін қайтару үшін неміс әскері Ленинградты қоршауға алып, миллиондаған адамның өмірін қиды. Әйтсе де діттеген мақсатына жете алмады. Кеңес үкіметі маңызды стратегиялық нысандарды елдің батыс бөлігінен қауіпсіз аймақтарға көшіруді жедел ұйымдастырып, қару-жарақ, оқ-дәрі шығаруды жолға қойып алды. 1942 жылдың 19 қарашасында Германия, Румыния және Италияның біріккен әскері Сталинградты шабуылдады. 3 айға созылған қатал шайқаста қала қорғаушылары жауды тоқтатып қана қоймай, ақыры фашистерді қоршап берілуге мәжбүр етті. Шайқастың нәтижесі Вермахты стратегиялық бастамалардан жұрдай етті. Осы сәттен бастап фашистер тек қорғанумен шектелді. 1943 жылдың шілдесінде фашистер шығыс майдандағы жағдайды Курск шайқасында танктерді қолдану арқылы түбегейлі өзгертпек болды. Бірақ тағы да жеңіліске ұшырады. 1944 жылдың 6 маусымында ақш, Англия және Канада әскерлері Нормандияға десант түсірді. Фашистер одақтастардың шабуылын тойтара алмай, Германия шекарасына қарай шегінді.
Бұл шайқастағы жеңіс Батыс Еуропа елдерін азат етуге мүмкіндік берді. Шығыс майданда кеңес әскері өз жерін азат етіп қана қоймай, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Шығыс Пруссия, Дания, Албания мен Австрияның бір бөлігін неміс әскерінен тазартты. Берлин үшін шайқастың нәтижесінде 1945 жылдың 8-9 мамырында нацистік Германия толық тізе бүгу туралы актіге қол қойды. Германия жеңілген соң майдан алаңында Жапония жалғыз қалды. Ондаған елмен соғыс жағдайында болса да, Жапон әскери басшылығы берілуге ниеттенбеді. 1945 жылдың 6 және 9 тамызында Хиросима мен Нагасакиге ақш ұшақтары 2 атом бомбасын тастап, елге ауыр зардап келтірілді. Осы уақытта КСРО әскері де Жапон армиясын талқандап, 2 қыркүйекте Жапонияның толық жеңілгені туралы актіге қол қойылды. Осылайша 2 дүниежүзілік соғыс аяқталды. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Тыңдалған ақпаратты, экранда көрсетілген карталарды, кестелерді пайдаланып, 2 дүниежүзілік соғыстың түйінді шайқастарын жұптық жұмыста талқылаңыз. Оларды 5 балдық өлшеммен төменде берілген кестеге белгілеңіз. Үйге тапсырма. 2 дүниежүзілік соғыстың шешуші шайқастарының тарихи маңыздылығына Грей формуласы бойынша талдау жасап келіңіздер.